Келесі дәрісіміз студенттер, яғни әдеби теориялық ұғымдарды оқытудың әдіс тәсілдері. Дәрістің негізгі мақсаты әдеби теориялық ұғымдарды оқытудың әдіс тәсілдердің шығармаларды талдау барысында меңгерту жолдары. Бүгінгі дәрісімізде бізде қаралатын негізгі екі сұрақ. Біріншісі, әдеби теориялық ұғымдарды оқытудың негізгі әдіс тәсілдері. Екінші сұрағымыз, әдеби теориялық ұғымдарды оқытуда оқушының білік дағдыларына қойылатын талаптар. Әдеби теориялық ұғымдарды оқытуда өткен дәрісімізде сіздермен сыныптар бойынша қандай міндет қойылады, қандай дағдылар қойылады, қандай физиологиялық, яғни дидактикалық және жас ерекшеліктеріне қойылатын талаптарды айтқан болатынбыз. Енді осы әдеби теориялық ұғымдарды меңгерту кезінде қандай міндеттер қою керек? Осы міндеттерге назар аударыңыздар. Слайдқа қараңыздар. Бірінші, көркем мәдениеттің мәнін көрсетеміз, оның өзіне тән ерекшеліктерін айқындаймыз, әлеуметтік өмірде алатын орнын белгілейміз. Бұл басты міндеттердің бірі болып саналады. Екінші, нақтылы шығармалардың құрылысын баяндайды. Ол шығармаларды талдау жолдарын үйретеді. Үшінші міндет, әдебиеттік шығармаларды талдау әдістері мен принциптерін белгілейді. Осындай жұмыстарды біз сіздермен бүгін әдеби теориялық ұғымдарды оқыту кезінде қолданатын әдіс тәсілдерде пайдаланамыз. Сіздерге мысал ретінде мен 9-шы жаңартылған білім бағдарламасы бойынша мектептің оқулығында 9-шы сыныпта өтілетін шешендік сөздер, яғни Қазбек бидің шешендігі, Төле би, Майқы би шешендіктері 9-шы сыныпта меңгертіледі. Осы 9-шы сыныпта бізге әдеби теориялық ұғымдарды меңгертуде шешендік сөздерді меңгерту бағдарлама бойынша ұсынылған. Енді біз бұл шешендік өнерді меңгерту үшін оқушылармен қандай жұмыстар жүргізуіміз керек? Назарларыңыз менде болсын. 9-шы сынып оқушысы шешендік өнермен таныс, даналық сөз ретінде біледі. Енді бұл шешендік сөз дегенді біз оқушыға алдымен түсіндіру кезінде шешендік сөздің анықтамасын бере алады екенбіз. Әрине, шешендік сөздің анықтамасын біз қазіргі кезде интерактивті тақта бойынша көрсету арқылы анықтамасын оқып түсіндіреміз. Ол үшін қазір сіздерге шешендік сөз дегеніміз не екен айтайық. Шешендік сөздер қазақ ауыз әдебиетінің жанры, ғибраттылық мәні, өнегелі ой тұжырымы бар, айрықша тапқырлық танытатын нақыл сөз. Нақышты нақыл сөздің басқа түрлерінен айырмасы көбінесе дауласу үстінде билік шешім айтылған кезде туған. Мұндай шешендік сөздерге нәр беретін, оның өзегі болатын, тауып айтылатын ұтымды өткір жауап, қағытпас сөз деп әдебиеттану терминдер сөздігінде анықтама осылай берген. Шешендік сөздерді туралы әдебиет теориясынан оқушыға айтып болғаннан кейін, біз шешендік сөздерге байланысты қандай тән белгілер болу керек? Бұл белгілерді мектеп оқушылары оқытылып отырған сыныбымыз белгілерді ажырата алмаса, олар шешендік сөзді көркем шығармадан таба алмай қалулары мүмкін. Сондықтан шешендік сөзді біз меңгерту үшін ең бірінші шешендік сөзге тән белгілерді айтайық. Сіздер түртіп алу әдісі бойынша жазып отыруларыңызға болады. Шешендік сауал, біріншісі, шешендік жауап, шешендік жұмбақтау, шешендік тұспалдау, шешендік мақалдау, шешендік мысқылдау, шешендік дәлелдеу, шешендік сынау. Көрдіңіздер ме міне? Яғни шешендік өнерге тән бірнеше белгілер
болады екен. Енді осы шешендік сауал дегеніміз не? Шешендік сауал қарсыластың білімі мен біліктілігін, танымы мен тағылымын, ой әлемін, сөз сараптау мәнерін аңғарту мақсатында қойылатын сауал тәсіл. Мысалы, біздің өтетін шешендік ге байланысты берілген мәтінімізде, мысалы, шешендікке байланысты берілген, сол шешендікке байланысты берілген шешендік сөздерде осы шешендік сауалды табу керек болады. Ол үшін біз шешендік сауалға мысалы не келтірейік? Мысал келтірейік, шешендік сауалға. Ер басында бақыт нешеу? Кемдік нешеу? Құлазу нешеу? Немесе үш арсыз, үш ғайып, үш жетім деген не? Яғни бұл шешендік сауал. Яғни бұл шешендік сауалға жауап беру үшін танымы мен талғамы, сөз сараптау мәнерінің айқындау мақсатында қойылатын сұрақ деп айтсақ болады. Енді келесі түрі бізде шешендік жауап. Шешендік сауалға орай келетін ой ұшқырлығын асыл сөзге түйген, қарымта қайтаратын, қарсылығының күдігін сейілтіп, өмірден түйген тәжірибені, дүниетанымы мен алғырлықты көрсететін тәсіл бұл шешендік жауап болып есіледі екен. Мысалы, үш арсыз, үш ғайып, үш жетім деген не? Шешендік жауалға қайтарылатын шешендік жауап. Жауап, бағанағы қойылған мысалым, айтылған мысалымыз. Енді, үш арсызымыз не еді? Ұйқы арсыз, күлкі арсыз, тамақ арсыз. Үш ғайып, қонақ ғайып, несібе ғайып, ажал ғайып. Қарабас шешеннің жетім үшеу емес, бесеу еді ғой депті де. Оты жоқ, жер жетім, басшы жоқ, ел жетім. Елінен ауған ер жетім, тыңдаусыз сөз жетім, жоқтаусыз қыз жетім дейді. Айтар ойды ашық айтудан көрі, жасыра, жұмбақтай айтудан туған тәсіл шешендік жұмбақтау деп аталады. Мысалы, алысыңыз қайда депті Қазбек би Төле биден. Алысым жақын болды депті Төле би. Тәттіңіз қандай болды? Тәттім шырын болды. Несиеңіз қандай? Несием шүкір өніп жатыр. Яғни бұл шешендік жұмбақтау. Келесі түрі шешендік тұспалдау. Ойды астарлап, ишаралап айтудан туған тәсіл. Шешендік тұспалдау ой астарын, шешімін табуды қажет етпейді. Шешендік мысқылдау ойды нақты бір фактінің негізінде өрбітуден туған тәсіл. Шешендік мысалдауда ойдың ғибраттылығы, мораль мәселесі жетекші рөл атқарады. Шешендік мысқылдауда аллегорияны қолдануды ұсынамыз. Мысалы, аққу ұшып көлге кетті, сұңқар ұшып шөлге кетті. Ол адасып кеткен жоқ, әркім барар жолға кетті. Шешендік дәлелдеу, іс-қимыл, ой уәжін нақтылы оқиға жетегінде мойындатып көрсетуден, заңдастырудан туған тәсіл. Шешендік мақалдау, шешендік сөздерді өткір, ықшам бейнелеп айтудан туған тәсіл. Соңғы түрі шешендік сынау, шешеннің тура айтатын, ұстараның жүзіндей өткір келетін, содан сабақ алатын ащы сатирасынан туған тәсіл. Енді біз бұл шешендік сөз деген әдебиет теориясы бойынша осы түрлердің барлығын меңгертіп, мысалдарды көрсетіп, мысалдармен оқушыларға мәтіннің ішінен таптырып, әрқайсысын ажырата білу осы әдеби теориялық ұғымдарды меңгертуде, шешендікті меңгертуде басты біздің беретін біліміміз болуы керек, меңгертетін біліміміз керек. Енді бұл шешендік өнерді оқытып болғаннан кейін әдеби теориялық әдістерді, ұғымдарды табу кезінде қандай әдіс тәсілдерді қолдануға болады? Ол әдіс тәсілдердің түрлері көп.
ол әдіс тәсілдерді сабақ жүргізетін мұғалім өзінің шығармашылығына байланысты, өзінің тәжірибесіне байланысты ұйымдастыруға болады. Соған байланысты мен сіздерге жаңа екі әдісті көрсетейін, әдіс тәсілдерді көрсетейін. Төрт сөйлем тәсілі деген тәсіл бар. Бұл төрт сөйлем тәсілінде бірінші пікір кетеді. Мысалы, шешендік арнау бойынша өзіндік пікіріңізді бір сөйлеммен жазыңыз. Келесі дәлел бір сөйлеммен жазады. Шешендік арнау болсын, шешендік сынау болсын, шығармадағы шешендік мақалдау болсын, бағанағы өтіп кеткен біз, шешендік тұспалдау болсын, шешендік мысқылдау болсын, шешендік жұмбақтау болсын, бағанағы түрлерін сіздерге қайталайын, шешендік жауап болсын, шешендік сауал болсын. Міне осыған байланысты біз төрт сөйлем тәсілін бере аламыз. Тақ қайталайым. Бірінші оқушының пікірі болу керек, шешендік жауап бойынша өзіндік пікіріңізді бір сөйлеммен жазыңыз. Екінші дәлел. Өз пікірлеріңізді бір сөйлеммен дәлелдеріңіздер. Бағанаға айтылған үш әрсіз, үш қайып, үш жетім деген не деген кезде қайтарылған жауап бар. Мысалы, арсыз, күлкі, тамақ. Неге? Яғни мен дәлелдеймін, өзімнің бір сөйлем. Мысалы айтам, үш әрсіз дегеніміз деген сияқты өзімнің дәлелімді қосамын. Мысал, үшінші мысал, пікірлерінді өмірмен байланыстырып, мысал келтіріңдер. Қорытынды, осы шешендік өнердің түрлеріне байланысты алған қорытындыларыңызды шығарыңыздар. Яғни оқушылар осы бүгінгі сабақты бекіту барысында төрт сөйлем әдісі арқылы өздерінің білімдерін қорытындылайды. Бұл бүгінгі сабақта шешендік өнерге байланысты әдеби теориялық ұғымдарды беруде осы тәсілді қолдануға болады деп айтамыз. Келесі тәсілдің бір түрі, яғни ақылдың алты қалпағы деп аталады. Бұл ақылдың алты қалпағы дегеніміз не екен? Мысалы, ақ қалпақ. Оқушыларға біз жаңағы алты қалпақ таратамыз. Олардың түстері ақ, сары, қара, көк, жасыл және қызыл қалпақ. Міне осы қалпақ топ бойынша жұмыс жасаймыз. Осы топ бойынша жасалған жұмыс барысында мен жаңағы шешендік өнерді білу оқушылардың қаншалықты меңгергендігін, әдебиет теориясы бойынша білімдердің қаншалықты меңгергендігін міне осындай тәсілдер арқылы айтуға болады. Мысалы, ақ қалпақ дейді, шешендік өнерде көтерілген басты мәселеге қатысты талассыз деректерді айтамыз. Сары қалпақ, осы шығармадағы мысалы кейіпкерлеріміз бар, осы кейіпкерлеріміздің өмірінің сәтті кезеңдерін айтады. Қара қалпақ, шығармадағы кейіпкерлер өмірінің сәтсіз тұстарына тоқталу керек. Көк қалпақ талдау жасайды. Топтар не үшін, неге байланысты деген сұрақты іздейді. Не үшін алысыңыз қандай деді мысалы. Неге тағы да осы сияқты тәттіңіз қандай болды, несиеңіз қандай дегенге қандай сұрақтарға жауап берілді. Осыған байланысты көк қалпақ талдау жасайды. Жасыл қалпақтар әртүрлі шешендікке қатысты тың идеялар, болжамдарды ұсынады. Бұл жасыл қалпақ. Қызыл қалпақ оқиғаларды, мәселені көтеруде немесе оқу барысында өздерінің бастан кешірген тұжырымдарын жасайды. Яғни біз әдебиет теориясы бойынша 9-шы сыныпта шешендік өнерді меңгерттік. Міне осы шешендік өнерді меңгеру кезінде осы қызыл қалпақтар өздерінің шешендік өнерді меңгерген кездерінде бастан кешірген тұжырымдарын жазады. Ол эссе түрінде бола ма, ол тағы оқушылардың өздерінің ойлауына байланысты жасалатын жұмыстар жүргізілуі керек. Осы сияқты мәселелерді біз әдеби теориялық ұғымдарды меңгерту кезінде толығымен пайдалана аламыз. Әдіс тәсілдердің түрлері өте көп.
өте көп. Бірақ енді біз бір сабақта екі әдісті қарастырып, осы екі әдісті меңгере алуымыз керек. Біздің бүгінгі сабағымыздың да басты мақсаты осы. Енді оқушыларға мысалы бекіту барысында дейік па, үйге тапсырма беру барысында дейік па, сын тұрғысынан ойлаудағы синквинг стратегиясын қолдануға болады. Мысалы айтайық, шешендік өнерде осы 9 сыныпта мөңке бидің шешендігі берілген, сол мөңке бидің образына 5 жолды өлең құрастыр. Синквинг әдісін білесіңдер ғой, иә? Бірінші жолда біз тақырып бір сөзден беріледі, ол зат есім болу керек. Екінші жол тақырыпты екі сөзбен сипаттауымыз керек, ол сын есім болу керек. Үшінші жол тақырыпқа қатысты қимыл атауларынан 3 сөз жазу керек, етістік. Төртінші жол түр сөзден тұратын 4 сөйлем құрастырамыз. Бесінші жол тақырып мәнін ашатын бір синоним сөз болу керек. Сонан кейінгі осындағы талдау барысында мөңке бидің қолданған құбылту мен айшықтау түрлерін қолдана алуымыз керек. Яғни билердің шешендіктерін оқып болғаннан кейін, міне шешендік сөз дегенді меңгертіп болғаннан кейін, осы шешендік сөзде берілген құбылту мен айшықтау түрлерін қайтеді екенбіз, қолданады екенбіз. Бұл шешендік сөздерді қолданып, 3 түрлі күнделікті толтыруды сынамыз. Оны слайдқа назар аударыңыздар. Яғни бірінші шығармадан ерекше әсер еткен ой салған үзінді немесе жаңағы шешендік сөз, дәйек сөзді жазамыз. Екінші, бұл үзіндіні немесе дәйек сөзді таңдауға қандай себеп болды? Осыған байланысты қандай сұрақтар туындайды? Үшінші, 3 түрлі күнделікте мұғалімге хат немесе сұрақ, яғни мөңке биге тән қасиетті көрсете аламыз. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, шешендік өнерге байланысты осы 3 түрлі күнделікті толтыру арқылы мұғалімге хат, сұрақ жазуға болады. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Рахмет назарларыңызға.